Аймақ аумағында тіл саясатын іске асыру қай деңгейде орындалды? Оқыту орталықтарының материалдық базасы заманға сай жабдықталған ба? Коронавируске байланысты қашықтықтан оқыту жүйесі қалай іске асырылмақ? Осы және өзге де тақырыптар облыс әкімдігінде өткен селекторлық кеңесте талқыланды. Осы жылы облыста тіл үйрету бағытында тындырылған тірліктер толайым. Оқыту курстарына жазылған тыңдаушылар да молайған. Бұл көрсеткіш әсіресе аудандарда 10 сипатқа ие. Мемлекеттік тілден бөлек өзге тілдерді меңгеруге мүдделі тұрғындар тізімі де едәуір толыққан. Қазақстан Республикасының тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы үкіметтің қаулысымен бекітілді. Тіл саласын дамытуға жергілікті бюджеттен 3 жылдың ішінде 723 миллион теңге көлемінде қаржы бөлінді. Бөлінген қаражат азаматтарға тілдерді оқытуға, мемлекеттік тіл саясатын насихаттауға арналған іс-шараларын өткізуге бағытталған. Стратегиялық жоспарға сәйкес облыстың мемлекеттік органдарында мемлекеттік тілдегі құжат айналымының үлесі 95%. Бірақ әлі күнге дейін еңбек инспекциясы 62%, мемлекеттік сатып алу 72%, мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау 85%, басқармалары және Жетіқара ауданы әкімі аппаратында 88%, мемлекеттік тілдегі құжат айналымының үлесі бекітілген межеден төмен. Облыста тілдерді оқыту инфрақұрылымында заманауи әдістемелік және техникалық құралдармен қамтылған 20 тілдерді оқыту орталықтары бар. Нәтижесінде ауыз толтырып айтарлықтай. Мәселен, соңғы 3 жылда 23 мыңнан астам адам мемлекеттік тілді меңгеріп алды. Сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардан 6370 мемлекеттік қызметші мемлекеттік тіл тақырыбына арналған тестке қатысты. Бүгінгі күнгі еліміздегі төтенше жағдайды ескере отырып, облыстық тілдерді оқыту орталығы қашықтан оқыту жұмысына кірісті. 1 сәуірде тілдерді оқыту мекемелеріне әдістемелік көмек көрсету мақсатында онлайн форматта Zoom бағдарламасы бойынша сабақ үлгілері көрсетілді. Осыған орай аудан және қала әкімдіктері тілдерді оқыту үрдісін онлайн режимде өткізу ұйымдастыруын сұраймыз. Жалпы айтқанда, Қостанай облысында мемлекеттік бағдарлама нысаналы индикаторлары мен нәтижелі көрсеткіштеріне қол жеткізуге барлық жағдай жасалған. Осы бағыттағы жұмыстар жалғасын табады. Өздеріңізге белгілі, жыл сайын тілдерді дамытуға қаржы бөлу ұлғайып келеді. 2017 жыл мен 2020 салыстырсақ, қаржы бөлу 100 миллионға артып отыр. Аз емес, бірақ кейбір аудандар қаржыны аз бөліп отыр. Бейімбет Малин, Жетіқара, Ұзынкөл аудандары мен Арқалық қаласы тілдерді дамытуға аз бөлетін аймақтар. Ал Рудный қаласы мен Федоров, Алтынсарин, Меңдіқара аудандарының бұл салада атқарып жатқан жұмыстарын облыс әкімі жақсы деп бағалады. Бауыржан Қасымхан, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы.